Алтын Орда чегінде ұйтқы орталық Дәшті Қыпшақ өлкөсінен тысқары, сонымен қатар халқы жиын, шаруашылық ауқатты екі вәлаят болды. Бұлғар мен Хорезм. Біз Шыңғысхан тетралогиясының 3-ші кітабында байырғы Бұлғар мен Ұлы Хорезм туралы қажетті біршама мағлұмат келтірген едік. Енді орайына қарай аз ғана айғақтама. Жошы ұлысының құрамына Ұлы Қағанның өзі бұйырған терістік Хорезм орталық Азиядағы ежелгі бір құтты мекен, исламның алғашқы ғасырларынан бастап-ақ бүткіл төңірегі мен мұсылманшылық жолын таңдаған. 10-11 ғасырлардың өзінде әлемдік ғылым білімге айрықша үлес қосқан, мәдениеті жоғары абат өлкө болатын. Шыңғысханның екпінді жеңісті жорығы кезінде үлкен күйзеліске ұшыраған, бірақ осы ғаламат шапқынға жалғас алғашқы жылдардың өзінде айрықша көңіл бөлініп, тезінен оңала бастаған екен. Ойсырай азайған тұрғын халық бейбіт өмірге бет қойғаны туралы нақты деректер Дао Сопысы, Данагөй, Чаңчунның саяхат жазбаларында көрініс тапқан. Бұдан соңғы кезеңде Хорезм Алтын Орданың ұйықты құтты аймақтарының бірі болды. Әйгілі Ибн Баттута өзінің саяхатнама кітабында бұл кездерде Өзбек ханның құзырындағы байтақ батыс Дәшті хан емес, түстіктегі Хорезм өлкөсі туралы көптеген құнды мағлұмат қалдырыпты. Бұдан 100 жыл бұрынғы шапқынның елесі де аңдалмайды. Жарым әлемді еркін аралап, қаншама патшалық сансыз жұртты көрген Ибн Баттута Хорезм өлкөсін айрықша таңғалады. Қалалары сәулетті, халқы қисапсыз, Үргеніш сияқты орталық шаһарда базар күні еркін аяқ алып жүрудің өзі мүмкін емес дейді. Шалқыған байлық, аста төк көңіл күйі, азық-түліктің молдығы, жеміс-жидек атаулының арзандығы, дәмі мен сыпаты, бәрінен де ғажабы тұрғылықты кісілердің жұғымды мінезі мен жомарт пейілі депті. Нәсілдік тұрғыдан алсақ, бұрнада Хорезм патшалығында түрік тектілер мен парсы тектілері аралас тәрізі тепе-тең жағдайда болса, енді Шыңғысхан шапқыннан соң түрік жағы айқын басымдыққа жеткен сияқты. Алдағы бірер ғасырдан соң солтүстік Хорезм бір жола дерлік түріктенеді. Ал сонау терістік бет Еділ дарияға сол қабақтан Қама, яғни Ақ-Еділ арнасы келіп қосылатын Атырау мен Тақау төңіректі түгел қамтып жатқан Бұлғар уәлаяты 7-ші ғасырда Қара теңіздің терістік бетінде қалыптасқан айбарынан Византияның өзі ығып, арнайы салық төлеп тұрған қуатты Бұлғар ұлысының 8-11 ғасырларда Қазар тепкінімен ыдырап, бір бөлшегі осы Еділдің жоғарғы бойлығына келіп орнығып, дербес патшалық құрған түрік текті халық болатын. Жауынгер әрі еңбекшіл Бұлғар жұрты нешеме ғасыр бойы Тақау төңірегімен тепе-тең жағдайда өзінің тәуелсіздігін сақтап тұрды. 922 жылы ислам жолын таңдап мемлекеттік дін ретінде әйгілейді. Соншама заман бойы мәдениеті жоғары, әскери қуаты жеткілікті, өзгеше бір ұлыс болды. Қазармен жағаласып, орыспен қаржысып, Қыпшақпен бітісіп, дербес тіршілік кешіп жатқан. Ақыры Бату ханның батыс жорығының алғашқы кезеңінде 1237 жылы қырғын ұрыстардан соң Жошы ұлысының құрамына қосылыпты. Орталық Еуропа майданнан қайтып оралған Бату хан әуелде осы Бұлғар жұртына келіп, алды артын түгендейді. Бастапқы Астана Бұлғар қаласы болды. Ұлыстың ең алғашқы ақшасы да осы Бұлғарда шығарылады. Жалғас заманда ұлы ұлыстың негізгі ұйтқысы Еділдің төменгі ағысына үйірілгені белгілі. Алайда ежелгі Бұлғар қонысы Жошы ұлысының іргелі құтты мекендерінің бірі болып қала берді. Атап айтарлық жағдай кейінгі татар, нақтыласақ Қазан татары осы байырғы Бұлғар жұртының негізінде қалыптасқан болатын. Енді Алтын Ордаға дейін Еуразия құрлығын тұтасымен дерлік қамтып отырған Қыпшақ тайпасы туралы қосымша дәйектеме сөз. Шығыс Дәшті, яғни Ертістен Жайыққа дейінгі байтақ алқап қазіргі Қазақстан жерінің негізгі бөлігі Жошы ханзаданың 1218-1219 жылдарғы бастапқы жортуылы. Осыған жалғас 1220-1221 жылдарда үлкен Хорезм майданының бір тармақ ретіндегі екінші жорық үстінде жекелеген келте қақтығыстар ұшырағанымен негізінен ерікті бейбіт түрде, яғни орынсыз қан төгіс артық шығынсыз бағынышқа келді дедік.
Ал батыс дәштіні жуасыту біршама машақатқа түскені мағлұм. Қалаусыз, бірақ қарсылықсыз бағынышта жоқ емес. Сонымен қатар үлкенді кішілі ұрыстарда өткеріліпті. Ең қиыны Қыпшақ жұртының елеулі бір бөлігі, атап айтқанда Күтен хан бастаған 40 мың шаңырақ, шамасы 200 мың жан батысқа, Мажарстан жеріне, бұл тарапта барақат таппаған соң Бұлғария шегіне ауып көшіпті. Қаншама шырғалаңнан аман өткен халықтың басым көпшілігі кейінде атақонысқа қайтып оралғанымен, арыда қалғаны бар, өлім жетімі мен ертелі кеш қазасы бар, осы жиын жұрттың тең жарымы болмаса да анық 3-тен 1 шығынға түсу анық. Бұдан соңғы заманда мұнша мауқымға жетпесе де, ел ауған босқынсыз, көлдөлең апатсыз болған жоқ. Есебі кеудесі биік Қыпшақ жұрты бірталай зобалаңға ұшырады. Қазіргі заманға білгір маман С. Плетниованың зерттеу нәтижесі бойынша батыс Қыпшақ жұртының жиын саны 600 мың шамасында болған. Біз бұдан кемі 150, әйтпесе 200 мың артық көреміз. Өйткені батыс дәшті жеріндегідей тым жиын емес, шығыс қыпшақтары өз ішінде қалғаны тұрыпты, құдандалы, одақтас, достық қатынастағы Хорезмге ешбір қиналмай-ақ 100 мың, тіпті одан да көп әскер беріп отырған. Ал кейінгі Шыңғысхан шапқыны кезінде Хорезм чақ үлкен маңызды қалалар гарнизонына Қыпшақтан 10-20 мыңдап әскер бөлген. Мәселен, тек Самарқанд қаласын қорғаушылар қатарында кәдімгі Қыпшақтан тыс жаппай қазақ ұшыраған 30 мың қаңлы болыпты. Яғни шығыс дәштідегі ағайындас қауымның жиын саны әскермен қалған жұрттың ара салмағы 1/5 десек 500 мыңнан әлде қайдастан шығады. Сонда қалай кемітсеңіз де екі тарап бүткіл дәшті аймағы Қыпшақ намындағы жалпы жұрттың жиын саны 1, тіпті 1,5 миллионнан әлде қайдасып жығылмақ. Кейінгі әлейім-тәлейім заман нәтижесінде қаншама азайса да, сол әуелгі деңгейінен оншама кем емес. Айттық, орта ғасырлар есебінде қисапсыз халық. Ал шығыстан төңкерілген түрік қауымының қарасына қанша болды десек, оны да шамалауға мүмкін. Әуелде Жошының еншісіне берілген 9 мың шаңырақ, кейінде Көгедей Ноян үшін бөлінген 3 түмен 30 мың шаңырақ жиыны 40 мыңға тарты отбасы қосыла көшпек, бала шаға, қатын қалашымен есептегенде кемі 200-220 мың жан. Батудың өзімен бірге жеткен ешбір есепке түспеген тағы қаншама халық. Батыс жорығы аяқталған 1243 жыл межесінде кемі 250 мыңға тарта шығыс түріктері Жошы ұлысының құрамына құйылды деп шамалар едік. Бұдан соңғы кезеңде бүткіл 13 ғасыр бойы ағайыншылаған ұтымды көш одан әрмен жалғаса беру анық. Ал Арық Бұқа мен Құбылай арасындағы шайқастан басталып, Жошы ұлысы да белсене араласқан азамат соғысы кезінде ең бастысы Құбылай империя астанасын Қытай шегіне көшірген. Бұрнағы татар даласы жаппай өртке оранған. Хайду хан үлкен майданға шыққан. Ақыры ежелгі шығыс түріктері түгелге жоқ Жошы ұлысына ауа көшкен. 15-16 ғасырлар тоғысында әрине Алтын Орда шегіндегі жалпы жұрттың рулық, тайпалық құрамы түбегейлі өзгерді. Ежелгі қағанаттар мен кешегі Шыңғысханның байырғы жұртында түрік руларының үлкен тобынан амалсыз ажыраған жекелеген бөлшектер, бөлшекті емес, жоққа жақын жұқанасы ғана қалды. Және бұлар көп ұзамай-ақ жат жұрт арасына сіңісіп, мүлде жойылып кетті. Сөйтіп татар даласы бүгінгі Моңғол даласына айналды. Есесіне Алтын Орда іргелене түсті. Бұл кезде барша халықты бұрнақша Қыпшақ түрік, татар түрік деп жіктесек, екі тарап тепе-тең жағдайға жетеді. Бәлкім шығыс өлке тұрғындары басым түсуі де мүмкін. Арада 100 жыл өтпей манағы Әл-Омари айтқандай өзара туысып жаппай араласып кетті. Тек татардың Қыпшаққа айналуы, немесе керісінше Қыпшақтың татар шығуы, яғни әлденендей ассимиляция емес, 3 ғасыр бұрын шығыс түрік қағанаты дыраған заманда тағдыр талғауымен аралары ажыраған нәсіл тегі ортақ жұрт қайтадан тоғысып бір тұтас қауымға айналды. Бұл арада азғана кілтипән. Кейінгі жалпы халық тұрпатына қарасақ,
Баяғы балуан қыпшақ жошы ұлысы шегінде қатардағы көп рудың бірі ғана болып жүр. Сонда жаңаша алас күліс жағдайда өлшеусіз азайған ба, әлде басқадай хикметі бар ма, айтарлықтай құпия жоқ дер едік. Бұрнағы қыпшақ жетекші үлкен тайпа есіміндегі туыстас рулар бірлестігі болатын. Ілкідегі атаулы тізбелерден көрініп тұр. Мәселен, түп негіз ортақ, алайда өзара дербес ағайындар. Қаңлы, Беріш, Емек, Башқұрт, Бешенек, Қара бөркілі, Оғыз және құрамы анық емес Тоқсоба, Етиоба, Дуртоба, арғы замандағы рулар межесі. Әсіресе шағын аталар толығымен таратылмаған себепті Алтын Орда шегінде жасаған рулардың қайсысы бұрнадан анық батыста тұрғанын, қайсысы кейінірек шығыстан келгенін нақты ажырату қиын. Әйтсе де мағлұм деректер бойынша барлап көрейік. Бүгінгі қазақтың орта жүзінің құрамындағы атаулы қыпшақтан басқа негізгі тайпалардың барлығы да шығыстан келгені, яғни әуелгі қыпшақ бірлестігінен тысқары болғаны күмән туғызбайды. Тіпті бергі заманда үлкен тайпалар құрамына қосылған таз күрлеуіт руларына дейін. Ал ұлы жүздің Жәләйір тайпасы және бұларда қарасыны мол ағайындар ішіне кіріккен Қоралас, Оймауыт сияқты аталар демесек, атаулы жұртының барлығы дерлік батыс түрік қағанатына тиесілі және біразы кейіннен қыпшақ бірлестігіне қосылған ағайындар. Кіші жүздің құрамы күрделірек. Мынаған қараңыз. Әлем ішіндегі кете, байұлы санатындағы таз, алтын мен жаппас және жетіру есебіндегі телеу, тамамен керейт, әу баста Шыңғысханның бастапқы ұлысына тиесілі. Сондай-ақ жекелеген аталар, мәселен Беріш құрамындағы Тоқа, Адай ішіндегі өзара кірігіп кеткен Мұңал мен Қият. Ең қызығы, бұрнағы қыпшақ бірлестігінің негізгі ұйытқысы қыпшақ тайпасы орта жүзге кетіп, қалған қауымы түгелімен дерлік кіші жүзге тоғылған. Түптеп білгенде Дәшті қыпшақтың негізгі тұрғындары. Арада қыпшақ есіміндегі жиын қауым жошы ұлысының құрамына қосылғаннан кейін сандық тұрғыда ойсырап азайған жоқ. Жекелеген рулар жігі ажырағанымен байырғы жұртшылығы бұрнағы қалпын сақтапты. Тұтастай алғанда бағызы бір заман екінші түрік қағанатынан кейін аралар алыстап, шығыс және батыс өлкелерде қатарлас күн кешкен. Ақыры Шыңғысханның жеңімпаз жорықтары, сонымен қатар тереңнен байыптаған көреген саясат арқасында бастары қайтадан қосылған қыпшақ негізді екі түрік қауымы бір жола табысып, өзара мейлінше араласып кеткен екен. Жошы ұлысының далалық негізгі ұйытқысы тұрғысынан қарастырғанда 13 ғасырдың ақырына дейін қалыптасқан тұрақталған жағдай. Алтын Орданың екі тарап халқының бір жола ұйысқан бастапқы кезеңдегі жиын саны туралы жанама бір дерек. Берке хан Құлағу ұлысына қарсы соғыс кезінде 100 мың, 200 мың әскер көтерген, кейде 300 мың деп әсірелеп айтады. Парсы тілді тарихи жазбаларда неше мәрте қайталанған мағлұмат. Кейінірек ішкі бүліншілік кезінде ең ақырғы шешуші шайқаста Ноғайдың 300 мың жасағына қарсы Тоқты хан 600 мың аламан шығарыпты. Екі есе асырып айтқанның өзінде 150 мыңға қарсы 300 мың. Жиыны екі жақтан жарты миллионға жуық әскер дейік. Көшпенді халықтарда жалпы жұртпен қарулы жасақтың ара салмағы 5-те 1 саналатынын еске алсақ, осы 400-500 мың әскердің артында кемі 2-2,5 миллион халық тұрмақ. Және бұл жошы ұлысындағы көшпенді жұрттың ғана есебі. Сонда Алтын Орданың өсіп өнген, күш-қуаты шарықтау шегіне жеткен Өзбек, Жәнібек хандарының тұсында ұлыстағы барлық халықтың жиын саны кемітіп есептегеннің өзінде 2 миллионнан асып жығылуға тиіс. Мүмкін одан әлдеқайда артық. Жарым әлемді қамтып жатқан алып мемлекет, Ертістен Дунайға дейінгі ұлан байтақ, ғажайып қонысты жайлаған сол замандағы ең үлкен халықтардың бірі. Қалай санасаңыз да салмағымен қатар саны да мол жалпақ жұрт. 15 ғасырдың орта шенінде құдіретті ұлы мемлекет ыдырады. Бұдан соңғы кезеңде Алтын Орданың ұрулық, тайпалық негізгі құрамы Қазақ Ордасына көшкенін көреміз. Кейінде Орта Азияны жаулап, түрік дүниесі мен бүткіл мұсылман әлемінің қара жендеті
ақсақ темірдің тұқым жұрағатын ескі кек жөнімен түгелдей құртқан Шайбани ханның ендігі шығыс дәшті әмірі қазақ Қасым ханды Шыңғыс ханның тағы мен тәжінің мұрагері деп сипаттауы кездейсоқ жағдай емес. Иә, айдынды алтын орда. Осы ғаламат мемлекеттің ұйтқысы болып отырған қыпшақ текті Абадан жұрт. Түгел төңірегі табынған, қайран қалған өзгеше бір қауым болды. Ұлыстың тірек тұтқасы ғана емес, қайтпас ерлігі, әскери қуаты ғана емес, іргедегі орыс тұрыпты, бүткіл Еуропадан озған мәдениеті демес, ең алдымен кеудесі жоғары бітімі, асқақ рухы, ала жұбаттамас адалдығы, кісілік ізгі қасиеті, ғайри дін, жат жұрт өкілдерінің өзі барын теріске шығармаған. Кәрпіни мен Рубруктен бастап, Киракос, Ганза Кетсиден өтіп, Йосафат Бароға дейінгі аралықта қаншама тарихи жазбаларда айтылатын ұнасымды лепестерді терміштемей, бар жақсының мәйегі есепті, бірақ ауыз сөз Мысыр тарихшысы Ибн Арабшахтың 1388-1450 жылдар біз Шыңғыс хан эпопиясында арнайы келтірген түйінді толғамына жүгінейік. Дәшті түрік тайпалары жайлаған малы қисапсыз, жері құнарлы, әрі байтақ, ауасы кең, суы таза, аңы мен құсы мол, төрт тарабы берік өзгеше өлке. Бұл түріктердің тілі бай, шешен, өмірі мейлінше ізгі тұлғалары келісті, сындарлы, түрлері шырайлы, айрықша сұлу, әйелдері күн кейіпті, ерлері ай кейіпті, патшалары басты, бектері кеуделі, әскері қайтпас жау жүрек, ғаламат садақшы. Бұл жұрттың арасында өтірік жоқ, алдамшы аярлық жоқ, арамдық, қулық, сұмдық және жоқ. Еркін көшіп қонуды ата салтына айналдырған, өзіне сенімді, ештеңеден жасқанып қорықпайтын бір халық депті. Көк Орда. Үлкен ұл Жошының көлдірен қазасынан соң Шыңғыс хан Еке Моғол ұлысының қазіргі Қазақстан шегінде қалыптанған батыс аймағының тізгінін Жошының екінші ұлы Батуға бұйырғаны белгілі. Шығыста Ертіс өзенінен басталып, Балқаштың сырты, Сейхұн Сырдарияның орта ағысынан Арал теңізіне дейін, одан әрмен айнала тартып, жайыққа ектей тоқтайтын байтақ өлке бұрнағы шығыс дәшті қыпшақ қонысы. Енді Жошы ұлысы атала бастаған үлкен патшалық ішіндегі жеке иелік айттық. Басты тұлғасы Бату. Жошының кейбір деректерді айтылатын 39 ұлы, оның ішінде кәмелетке жеткен және өздерінің артықша қабілетімен таныла бастаған 10 шақты оғлан, яғни бүткіл Жошы әулеті екінші ұл Батудың құзырында. Ал тұңғыш ұл Орда, басқа ұлдар, оның ішінде Батудың өзінен жолы үлкен саналғанымен келесі кезекте. Батыс жорығы басталды. Орда әскербасы әм үлкен ұл ретінде алдыңғы сапта болады. Бұлғар соғысына солтүстік шығыстағы Орыс майданына қатынасқан, кейінірек Киевті басуға атсалысқан. Қайткенде дара бір қызметі аңдалмайды. Бұдан соң орталық Еуропа үнемі дерлік Батудың қасында. Кейінгі бір зерттеушілер жазып жүргендей, байдардың Полша, Силезия, Моравия тарабындағы жорықтарына тартылмаған. Мұндай жағдайда бас қолбасы қызметі байдар емес, жасы да, жолы да үлкен ордаға жүктелер еді. Яғни 1240 жыл 9 апрель күні Добре Поле жайсаң далада өткөрілген әйгілі Легинца ұрысына ешқандай қатысы жоқ. Негізгі тиянақты батыс деректерінің бәрі де қол бастаған және жеңіске жол ашқан. Пета байдар деп атап көрсетеді. Керісінше Легница қырғыннан 2 күн кейін 11 апрель күнгі Шайо топалағының бел ортасында Юанши тарихнамасында атап айтылған нақты дерек. Бату бастаған Сүбітай Бахадур жетекшілік етіп, Орда, Мөңкі, Байдар, Шайбан және басқа да қанзадалар қостаған шығыс және орталық Еуропа жорығы сәтімен аяқталды. Ұзақ сүргін майданның ең басты нәтижесі жайықтан тартып, Еділден асып, сол жақ қапталда терісті Қапқаз бен Қара теңіз, батыс бағдарда Таңдон,
Үзе Днепр өзендерінен озып, қиыр батыста Туна, Дунай дәриясының атырауы, Қарпат тауларының етегіне дейін созылған ұлан байтақ батыс қыпшақ Жошы ұлысының құрамына қосылды. Шығыс қыпшақ әуелден ақ ұлыс бастауында. Енді жинақтап келгенде ертістен Қарпатқа дейінгі бүткіл Еуразия құрлығы, бұдан былайғы Жошы ұлысы тарихтағы Алтын Орданың құтты мекені. Жалпы Шыңғысхан империясында қандай да әскер құрамалары соған орай дербес иелік атаулы оң қанат, сол қанатқа жіктелетін. Яғни түстікке бет бұрғанда сол қол, сол қанат, оң қол, оң қанат саналады. Осы қалыпты рәсім орайында Бату ендігі Ұланқайыр Жошы ұлысын үлкен екі құрылымға жіктейді. Шығыс тараптағы сол қанат бұрнағы шығыс дәшті, батыс тараптағы оң қанат баяғы батыс дәшті. Өзінің тікелей құзырына батыс дәштіні таңдап, ағасы орданың иелігіне шығыс дәштіні еншілепті. Түрік рәсіміндегі дәстүрлі түс атауына байланысты шығыс атырап көк орда, батыс атырап ақ орда атанады. Қос қанаттың бірлескен есімі Жошы ұлысы, кейінгі тарихтағы Алтын Орда. Жаңа айтқанымыздай, көк орданың иелік межесі шығыс дәшті. Жошы ұлысының әуелгі құрамы түгелімен шығыста ұзын аққан ертіс өзенімен, оның Үбе дәрияға құйғаннан тартып, терістік бағдарда Сібір орманы, Орал тауының етегі Мұғажарға дейін, түстікте Балқаш көлінің сырты, Бетпақтың шөлі, Шу өзенінің жайылмасы, Сыр дәрияның орта ағысы мен Арал теңіздің түстік шығыс жағалауын айналып, Жайық өзенімен шектелетін осы Ұланқайыр үлкен аға орданың толық құзырына көшті. Бұл шығыс дәшті құрамында Жошының бірнеше ұлы, атап айтқанда Шайбан, Тоқай Темір, Ұдыр, Чыңқұм, Сыңқұр, бәлкім Бөрі Мұхаммед тағы бір оғландардың жеке иеліктері болды. Бұлар ұлысқаны орданың құзырында саналады, және Сібірдегі Керей, Тайбұға ұлысы. Ақ орда мен көк орда екі бөлек, бір тұтас жұрт болғанымен, әр қайсы өзінше дербес мемлекет сияқты, ортақ мүдде бірегей халық есебінде тіршілік кешпек. Көк орда еңсесі биік, ақ орданың құзырында саналғанымен, үлкен ұл ретінде орданың ресми құрметі артық екен. Соның нақты бір айғағы, түпкі жұрт Қарақорымда отырған ұлы қаған Мөңке тарабынан түсетін нұсқау, жолдамалар да орданың есімі Батудан бұрын аталады. Жошы ұлысы тарихшыларының барлығы да орда өлі-өлгенше айрықша құрметте болды деп атап көрсеткен. Орданың әулеті шығыс дәштіде Бұлғақ кезеңі 1361 жылғы Орыс хан үкіміне дейін толық билік құрды. Шын мәнісінде көк орданы үйістіріп, атаулы құрылым ретінде жоғарыға дәрежеге жеткізген орда, айтқанымыздай Жошы ханның тұңғыш ұлы Шыңғысхан немересі. Анасының есімі Сарқан қатын. Жошының бас бәйбішесі Қоңырат тайпасынан. Бұл орда ұстамды, байыпты жан болған сияқты. Шығыс және орталық Еуропа жорықтары кезінде Мөңке, Қадан, Шибан ханзадалар қатарында айрықша әскери қабілетімен суырылып шықпаса да, туасы мәртебесі жоғары, күйікті қаған көтермек ұлы құрылтайда Жошы әулетінен тараған ханзадаларды бастап барады. Және Мөңкемен қатар аса бір кіді, қиғылық шаруа, Өкетай қағанның өлімінен соң Шыңғысханның алтын тағын басып қалмақ ниеті үшін жауапқа тартылған аға Темуге Отчигенді тікелей тергеу жұмысына жегіледі. Қатал үкім негізінде ұлы қағанның өзінің кенже інісі өлім жазасына кесіліпті. Жасақ заңы тұрғысынан алғанда әділ ғана емес, айнымас батыл шешім орданың турашыл мінезінің бір қыры деп санайық. Орда ел билеу тұрғысынан алғанда да байып пен парасат танытады. Мұның айқын дәлелі көк орданың 1240 жылдан басталып, тұтас бір дәуір 60 жылға созылған әуелгі тарихы дер едік. Ел іргеленді, халық бір жола ұйысты, тұрмыс тіршілік үйреншікті ағымға түсті. Бұл кезде орданың өзі және кейінгі ұрпақтары Жошы ұлысының түстік батыс тарабындағы Құлағу ханға қарсы алапат майданға араласпайды. Жатсыраған емес, қажеттілік жоғынан, оның есесіне кейінірек шығыстағы азамат соғысы
Арық Бұқа мен Қайдудың Құбылайға қарсы созылма майданынан сырт қалмаған, әлбетте батыс дәштіде отырған Берке ханның ырқымен. Қайткенде шығыс дәшті тақау төңірегімен тыныш жағдайда және алмағайып кезеңде орда мен оның ұрпақтарының ұтымды саясатының арқасында бейбіт берекелі тіршілік кешеді. Халқының біршама бөлігі бұрнағы Байырғы Қыпшақ пен осы өлке тайпы намындағы Қаңлы және басқа да туыстас рулар. Енді Жошының туы астында осы көне жұртқа қарай төңкерілген шығыс түрік тайпалары Қоңырат, Найман, Жалайыр, Керей, Қият, Меркіт, Алтын, Кенегес, Күрлеуіт, Қоралас, Оймауыт және басқа да туыстас рулар келіп тоғылды. Көп ұзамай-ақ бұрнағы төпкі жұрт татар даласындағы ғаламат ішкі соғыстар, Арық Бұқа қағанның қирап жеңілуі, бұдан соңғы Қайду хан жаңадан көтерген тайталас майдан, жинақтап келгенде тура 40 жылғы тынымсыз қырғын негізінен Қытайдың қисапсыз әскерінен күш алған Құбылай ханның түпкілікті жеңісі нәтижесінде 1000 жылдық ата жұртынан ауған шығыс түрік қауымы түгелімен дерлік жаппай көтеріліп, Алтын Орда шегіне құйылды. Әуелде Алтайдан асып, Ертістен өтіп, іргелес шығыс дәштіге, одан ары тынымсыз толқып батыс дәштіге және ақыры Жошы ұлысының жаңғыру кезеңінде бұрнағы қалың Қыпшақ түріктердің үстіне шығыстағы татар түрік қауымы келіп қосылды. Сөйтіп, бұдан 2-3 ғасыр бұрынғы шығыс түрік қағанатының байырғы ұру тайпалары қайра тоғысып, тарихи Алтын Орданың негізгі жұртын біржола қалыптастырған еді. Әлбетте, еріксіз ұлы көштен соң Көк Орданың тұрғылықты халқы да молығып, қордалана түсті. Жаңа ұлыстың Жошыдан соңғы Батумен қатарлас екінші хан есепті орда 1251 жылы дүниеден озған сияқты. Басындағы бар абыройы мен тыныштық жағдайда өз ажалынан жиыны 9 жылдай үкім құрған орданың атаулы өсиет жарлығы немесе ұлыстың басты тұлғаларының төтенше шешімі тағалмасу жүйесі, ежелгі түрік қағанаты және бүгінгі батыс өлкеден басқаша, яғни ағадан ініге емес, түпкі жұрт әм Шағатай ұлысындағы дәстүр бойынша әкеден балаға өтуге бейіл екен. Ордадан соң оның бел баласы Күн Қыранға есет еді. Тура 27 жыл үкім құрыпты. 1253-1280 жылдар аралығы. Шөп басы сынбаған тыныштық заман, Күн Қыраннан соң тағалмасу жөні қайтадан бұрнағы түрік кейінгі Ақ Орда рәсіміне сәйкес еді. Жаңа хан Көнші Күн Қыранның інісі Сартақтайдың Қоңырат қатынан туған үлкен ұлы екен. Көншіде әжептәуір ұзақ 21 жыл, 1280-1301 жылдар ел ұстайды. Бейбіт хан емес, берекелі кезең. Көк Орда шегіне дәп осы кезде шығыс атыраптан тағы қаншама халық құйылған. Яғни елдің қуат күші арта түсті деген сөз. Әйгілі Марко Поло Көншіні Көнші солтүстік патшасы ретінде сипаттайды. Шыңғыс ханның ұрпағы татар қарауындағы халқы да түгелімен татар және барлық жұрты Шыңғыс ханның заң жораларын берік сақтайды депті. Көнші ешкімге тәуелді емес, қарауындағы халқы көп, төңірегімен жауласпай, байтақ елін бейбіт басқарып жатыр дейді. Осынау жұрт кең дала мен биік таулар етегінде еркін көшіп жүреді. Нан дегенді білмейді, бар тамағы ет пен сүт, ал жылқы мен түйе, сиыр мен қой, бағымдағы малы қисапсыз. Бұдан ары өлкенің табиғи байлығын атап көрсетеді. Үлкен ағаюлар бар, қара түлкі бар, ақ кіс тіпті көп, ел тірісінен аса қымбат 1000 динар тұратын ішіктер тігеді. Тарбаған және басқа да аңдар мол, құландар қаптай өріп жүр. Адам аяғы баспаған қорыс және мұздық аймақтарында ат та арба да өте алмайды. Мұндай жерлерде әлденеше ит жеккен шанамен қатынайды депті. Өлкенің соғық жақтарын қоныстанған жұрт жергепелерде тұрады дейді. Марко Поло Көк Орда ұлысының шығыс әм терістік аймағы туралы ғана сөз етіп отырғанын аңдаймыз. Әйткенмен осы 3-4 аз ғана деректің өзі мәнді дер едік. Енді бір тосын мағлұмат Көк Орданың терістік тарапқа бойлай өрлеуі.
Бұл жақтағы жұпыны тіршілік кешкен аңшы тайпаларды бодандыққа түсіріп, қымбат аң терілерінен салық алып отырған сияқты. Әуелгі қан орда, одан соң орданың ұлы күн қыран, бұдан кейін орданың басқа бір ұлы Сартақтайдан туған көнші, көрініп тұрғандай шығыс дәштіде тағалмасу рәсімі әлі де орныға қоймаған екен. Не ар емес, не бер емес. Ақыры көншіден соң жаңа хан көтеру талабы қырғын майдан құласады. Көншінің ұлы Баянның толық 2 жылға жетпеген шолақ үкімінен соң орданың кенжесі Құлағудан туған Темір Бұқаның ұлы Құбылық хандықты тартып алады. Төпкі жұрттағы Құбылаймен тынымсыз жағаласып жатқан атақты Хайду ханның көмегімен. Тағынан айырылған Баян Ақ Орда әмірі бүткіл Жошы ұлысының төбе ханы Тоқтыға жетіп шағым айтады. Көк Орда үкімін Жошы ұлысының ішкі шаруасы санайтын Тоқты Баянның құзырын айғақтаған жарлықпен қатар өзінің інісі Бөрдік бастаған арнайы жасақ шығарады. Рухани қолдау және қарулы күш алған Баян тәрізі шығыс дәштідегі жақтастарын қоса жұмылдырып, көп әскер түзіп, шешуші майданда жеңіске жетеді. Ал Құбылық осы соңғы ұрыста қазақ ұшырапты. Бөрдік Баянды ата тағына отырғызып, жауынгер жасағымен бірге кері қайтады. Алайда Құбылықтың немерелес туыстары тоқтай алмайды. Әкесі қан болған деп Құбылықтың ұлы Құштайды ақ киізге көтереді. Өзара қырқыс одан ары жалғасыпты. Әуелде Баян дес бермейді. Ұлыстың негізгі бір бөлігін ұстап тұрады. Әйткенмен арада 4-5 жыл өтер өтпесте Баянның туған інісі Маңғытай бүлік шығарып, 1308 жылы өзін қан деп жариялайды. Амалы таусылған Баян батысқа қарай ығысыпты. Бірақ тыныштық таппайды. Көк Орданың қатарлас 3-ші ханы Құштай 1310 жылы Жайық бойында соңынан жетіп бір жола қиратады. Жолсыз Баян Еділ бойын өтіп Тоқты ханды паналаған екен. Бұдан соң Құштай немере ағасы Мағытайды да биліктен тайдырып, Көк Орданың үлкен үкіміне жетіпті. Осы шамада Баян дүниеден өтеді. Бұдан соң бәсекелес ағайындар жоққа айналып, дара өзі ғана қалған Құштайды Тоқты хан Көк Орданың бірден-бір әмір ретінде ресми түрде бекітеді. 14-ші ғасырдың алғашқы кезеңінде Көк Ордадағы тақталасы өзара қырқыс төңірегінде нақты деректер тым тапшы. Кейде өзара қайшыласып жататыны бар. Ара-тұра мезгіл межесі де сәйкесе бермейді. Ақыры 1318 жылы Баянның ұлы Сасы Бұқа қан көтерілгені мағлұм. Біршама тыныштық жағдайда 1321 жылға дейін жасайды. Сасы Бұқадан кейінгі Ерзен хан заманы да тыпа тыныш 25 жыл үкім құрды дейді. 1320-1345. Ерзен ақылды, ғадыл, мейірбан хан болған екен. Өзбек ханның қанаты астында ұлыстың ұлағаты мен бірлік ынтымағын берік сақтапты. Қиғылық жылдардағы жара жазылып, жалпы жұрт барақат бейбіт күн кешкендей. Ерзеннен соң оның ұлы Мүбәрәк қожа хан сайланады. Небары 6 ай ғана тақта отырыпты. Бірден ақ үлкен ұлыс Алтын Орданың құрамынан аулақтауға әрекет жасайды. Дербестіктің алғашқы белгісі Ғадыл Сұлтан Мүбәрәк қожа дейтін таңбалы белгісі бар төл ақшасын шығарады. Яғни бұрнағы шартты түрдегі бірліктің өзін мәнсұқ етпек. Оның үстіне қатал, парықсыз, айныма жан екен. Алыс жақын ұлық атаулына әбден запы қылады. Бұл Өзбек хан заманы. Әрине, Өзбек хан Жошы ұлысының екіге жарылуына жол бере алмайтын. Жарақты әскері мен үлкен ұлы Тінібекті аттандырады. Қирап жеңілген Мүбәрәк қожа бас сауғалай қашыпты. Әуелі кем жуыт қырғызын паналап, ақыры одан да кетіп 6 ай алқабында дүниеден өткен екен. Өзбек ханның қолдауымен Көк Орда тағына Мүбәрәк қожаның туған інісі Шімітай ие болыпты. Шімітайдың тұсында 1345-1360 жылдары Көк Орда жаңаша бірлік тауып, хан үкімі күмәнсіз бекіп, ұлыс қайта ұйысады. Яғни Шімітайға жалғас кезеңде Қанпезер Бердібек ханның 1359 жылғы өлімінен соң батыс дәшті Жошы ұлысының ұйтқы орталығында ақыры тұтас 20 жылға кеткен өзара қан төгіс үлкен бұлғақ дәуірі басталған еді. Жошының тұңғыш ұлы Орда әулетінің шығыс дәштіде бір ғасырдан астам
1242-1360 жылдар аралығы ұзақ уақытқа созылған патшалық дәуірі де аяқталған екен. Енді Көгорда үкіміне Тоқай Темір тұқымы кейінгі Қазақ ордасының негізін салған Керей мен Жәнібектің бабасы Орыс хан ие болған. 1361 жыл. Бұрнағыдай Алтын Орданың бөлшегі емес, өз алдына дербес, мүлде тәуелсіз мемлекет. Әйтсе де айрықша жеңілдік жоқ. Алда жошы ұлысын қаусатып кеткен бастапқы бір ғаламат кесел, үлкен бұлғақ жаңа ғана қызып келе жатқан.